Мұғалімдер мына программаны білсе, енді сабағыма біреу кіреді деп қорықпайды. 30 секундта өзіңіз қалағандай күшті анимациямен тест жасап береді. Ал ендеше қалай жасалғанын білгіңіз келсе, видеоны әрі қарай тамашалаңыз. Ең бірінші Educaply деген сайтқа кіреміз. Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Бізде осындай главный экраннан ашылады. New Game деген батырманы басып, жаңадан өзіміз ойын құрастырамыз. Бізде міне неше түрлі тесттің түрлері көрсетілген. Осыларды ойната беруіңізге болады. Мына жерде дұрыс бұрыс деген сияқты түрлері бар. Біз мына тасбақа түрін таңдайық. Бұл жерге тақырыбымызды жазамыз. Және мына жазу кнопканы басасыздар. Осы жерде шамалы секунд күте тұрамыз. Осы жерде асты жағына қарай түсеңіздер, неше түрлі тесттерді дайындап береді. Егер осы жерде орысша келсе, мына удалить батырмасын өшіріп тастауларыңызға болады. Немесе мына жерде қаламның суреті арқылы өңдесеңіздер болады. Болмаса мына жерге плюс батырмасын басып, тағы да тест қосуларыңызға болады. Барлығын тексеріп болғаннан кейін, бізге егер барлығы ұнаса, онда мына сары кнопканы басамыз. Мына жерге мына кнопканы басып, ойната береміз. Мына чат батырмасын басамыз. Мына үлкен экранды басып, үлкейтіп алуымызға болады. Алгоритм деген ісіне мына сұрақтардың біреуін жазамыз. Дұрыс болды біздің жазғанымыз. Қате болса, бағамыз суға батып кетеді. Барлық сұрақтарды қарап шығыңыздар, дұрыс көрсемесін.